Ерғали Сүлеймен, Сауат Нұрғалиев, Ақтөбе Open. Е4 С5 Сицилиян қорғанысы ат F3 D6, D4 CD, ат D4 ат F6, ат C3 6, Мигель Найдеров варианты. Піл C4 Созин шабуылы деп аталады. Бұны Роберт Джеймс Фишер ерекше ұнататын. Е6 піл B3, енді мына пілге тұрақтылық керек. B5 піл G5, бұл енді Всеволод Раузер деген мықты шахматшы болған. Соныңда шабуылын қолдану, гибрид деген сияқты әңгіме. Піл E7, уәзір F3, үшінші және алтыншы қатардың ауыр фигуралар үшін қаншалықты маңызды екенін сіздер білесіздер. Уәзір C7, рокировка, және осы жерде кім? Сауат өрескел қате жіберді, рокировка жасады. Енді мына уәзірді көргеннен кейін мына тураның жағдайы онша емес екені түсінікті, неге бұлай жүргенін түсініп тұрған жоқ. Сарбаз негізгі орталыққа қойдық, мына жерге шабуыл жасадық, мына жерге шабуыл жасадық, және мына жерге шабуыл жасадық. Шын мәнінде ойын аяқталды, өйткені Ерғали сауатты ойыншы бұндай жағдайларды жібермейді әрине. Алдық, піл F6, енді өрт сөндіргіш қорғаушы деген лақабаты бар. Бұлай, және ат F5 Каспаровтың аты, уәзір G3, уәзір G7 деген матты қойғысы кеп тұр. Алдық, және уәзір A8. Шын мәнінде месек айтарым, осымен ойын аяқталды. Піл B7 ат D5, алдық. Піл B7 ат D5, және мына атқа көңіл аударыңыздар, мүлдем іске қосылған жоқ. C3, піл C8, A4, орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасаңыздар болады. Ат C6 алдық, және піл C2, енді болашақта мына сарбазға шабуыл жасаудың амалы. Мыналардың белсенділігі төмен екенін көріп тұрсыздар. Піл E6, B4, F4, патша B2, патша G7 және G3, мына сарбаздың қал жағдайын білу. Алдық, енді мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Бұлай және бұлай шабуыл жасаудың амалы. F5, G4, мына пілдің жолын ашу, және FG. Неге бұлай жүрген? Қызал 2.29 болды, мынадан кейін 4.09 болды. Шах, бұлай батареяны құрдық. F5, піл B3, енді мына жақтан да келудің амалы, шах және піл E6, немесе ат C7 деген әртүрлі амалдарды, немесе ат F4 деген амалдарды пайдалану. Бұлай, алдық. Шын мәнінде осымен 2 рет ойын аяқталды, бірақ неге Сауат осы ойынды жалғастырып атқанын түсініп тұрған жоқпын. Бірақ кейбір кезде адами тұрғыда адамдар мойындағысы келмейді. Ат E7, шах, болды ғой, мынаны арғай қараудың да қажет жоқ, өйткені Фиде шебері өте мықты ойыншы, бұндай басымдықты жібермейді.